жұма тақырыбы перзенттің ата ана алдындағы міндеттері дейді. Тақырып өте маңызды, шыны керек. Көп жерде байқаймыз, әкем, анам деп кеуде қағамыз. Бірақ та құрметіне келген уақытта ол нәрсені бойынан көрмейміз да. Кейде әкем, анам деп сөз сөйлегенде біздің әке былай, біздің ана былай деп сөйлейді. Бірақ шындығында отбасына барғанда араласқан кезде қарасаң, көшедегі сөз болып қалады кейде де. Бәрі деп айтпаймын, кейде байқалады сол нәрселер. Кейде отбасыда бала шағамыз ата-анамыздан да қадірлі болып кететін жағдайлар кейде байқалады. Бәрі деп айтпаймын. Сол үшін де дініміз не қылды? Жоқ, ата-ананың орнын ешкім баса алмайтындығы жайында көптеген Құранда аяттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде көптеген хадистер бар, құрметті ағайын. Сол үшін ата-ананың орнын білек ешкім баса алмайды. Ата-ананың орны бұл бөлек. Оны тіпті келеді ғой, 1000 рет қажылыққа шаман келсе, иығың арқалап апар, қарызынан құтыла алмайсың. Неге? Өйткені ата-ана бізді өсірген уақытта қарыздан құтылайын деп өсірген жоқ. Біз үмітпен өсірді. Біз бірнеге жасап қойсақ, қарыздан құтылдым деп кейде айтып жатамыз. Енді үйін жайын жайғастырып қойдым, осындай қолындағы баласына осындай жұмыс немесе осындай қызмет беріп қойдым, қарыздан құтылдық қой, енді өзіміз өмір сүреміз дейді. Жоқ. Тірісің ба, ата-анаң тірі ма, сен қызмет жасайсың. Сен құтылмайсың. Өйткені ата-анаң сенің құтылу үшін сені баққан жоқ қой. Сол үшін сен де перзентсің ба, бүкіл өмірің бойы ата-анаң қызметін жаса. Қазақта сөз бар, ата-анаң жынды болса аяқ байлап бақ дейді. Ол деген дүние ата-ана өмірден өтті ма, қызметінде бол. Өмірден өтіп кеткеннен кейін де қызметінде бол. Не нәрсемен? Ізгі амал жаса. Хақысына дұға жаса, ол барып барады. Алла амандық берсе тақырыпта келеді барлығы. Сол үшін құрметті ағайын, біз ата-ананың қызметінен ешқашанда құтыла алмаймыз.